Менің аты жөнім Болатбек Береке. Мен осы жұмыста істегеніме 14-13 жыл болды. Істеп жатқаныма. Таңғы 3-те тұрамыз. Біз автобуспен келгенше 5 болады. Жұмыстың қиыншылықтары бар. Енді қыста енді қар күресің, ол ауыр. Жаз дегенде қырқырасы жүресің. 4 мезгілдің 4-еуі де енді ауыр болады. Соған қарамастан жұмысым ұнайды. Өйткені таза ауада, таза, өзіміз қалаға үлес қосу үшін жүрміз ғой. Жалақым енді жетеді өзіме. Праздниктерде премия түсіп тұрады бізде. Құдайға шүкір, 3 балам бар. Ерте тұру ырыстың бастауы. Таңғырыздық тәңірден деген тәмсілді тәлім еткен Береке таңғыла бере тұруды әдеткен алдырғалы қашан. Жұрт қалың ұйқыда жатқанда Береке әдеттегідей жұмысын асығады. Елден ерекше уақыт кестесі ол үшін үйреншікті жағдай. 13 жылдан бері осы әдет. 18 жасынан жол жұмысшысы атанған. 3 баланың анасы бастысы еңбегім адал дейді. Ал адал еңбек арлы адамның ісі. Қазақ сахарасында жылдың 4 мезгілінде табиғат 4 түрлі тосын мінез танытады. Жаздың аптабында бел бүгіп көше сыпырса, қыста сол сыпырғышын күрекке алмастырады. Сарыарқаның сақылдаған саршұнақ аязында ел аязбен арпалысып, боранмен беттесіп жұмысына жылы жерге жеткенше асығады. Ал Береке қыстың қаһарлы, сүйектен өтетін суығында да сағаттап далада жүреді. Белуардан қар кешеді. Бұл бір ғана Берекенің бейнеті емес, оның артында кейіпкеріміздің өзі секілді 600-ден астам әріптес тұр. Бақытбек Жаңылған, Бәден Жарқынбек Кенесарыға барастым. Жеңіске Пони Пари. Жұмысшылардың жасы да жасамысы да бар. Әрқайсының еңбегіне жеке-жеке тоқталуға тұрарлық. Өйткені елдегі бас қаланың жолдары қыста қардан, жазда шаңнан, көшелері қоқыс қалдықтан мұнтаздай таза тұруы осы жандардың табан ет, маңдай тері. Мекемедегілер күндіз-түні тыным таппайды. Ең қиыны осы еңбегі ерен жандарды елдің бәрі елей бермейді екен. Онысын біз сөзге тартқан тағы бір қарапайым жұмысшы қынжыла жеткізді. Әртүрлі жағдайлар болады. Түсіністікпен де түсінеді кісілер жол бермей сондай кездер болады. Например, біз жуып келіп жолды шайып жатқанда жол бермей қояды. Алдымызға кедергі болып тұратын кездері болады енді ондай жұмыстың несінде бабында. Жұмыстың оңайы деген болмайды ғой енді. Бұны айтып отырған Берік Төребекұлы, 50-де еңсерген тәжірибелі жүргізуші. Серіктестіктің қатарына қосылғалы 2 жылдан асқан, ол меңгермеген машина, тізгіндей алмайтын техника жоқ. Бәрінің тілін білет. Бұндай бейсаспап жұмысшыға сұраныс қашанда жоғары. Оны өзі де білет. Көп еңбек еткенге бақыт басын өзі ет деген ұстанымы бар. Ол еңбегі көптің өнбегі көп дейді. Берік Төребекұлы мінген мұндай техниканың Астана тазалықта түр-түрі бар. Шаң соратын, жол жуатын, жүк артатын, тағысын тағы 400-ден асады. Арнайы техниканы жүргізетін 1000-нан аса жүргізуші бар. Жұмысы сырттай оңай көріну мүмкін, бірақ бір күннің ішінде Берік секілді жүргізушілер 120-130 шақырым жол тазалайды. Бұл екі елді мекеннің ортасындағы емес, тірлігі қызу, кептелісі көп қаладағы қашықтық екенін ескеріңіз. Арнайы техниканы жүргізу әрине оңай жұмыс емес. Жүргізушілер өздерінің тәжірибесі болу керек. Жаз айында бір орта есеппен 400-500 мың және одан да жоғары разряд үлкен болса, қыс уақытында енді қыста жұмыс бізде көбейеді. Спрат, жол, қар шығару дегенде ода қыста 500-600 мың, 700 мың, 800 мыңға дейін барады. Жұмыс тапшылығы бізде жоқ. Өйткені бізде қазіргі уақытта конкурентный зарплата дейміз ғой, айлық ақы. Сондықтан бізге келіп жатқан адамдар, жұмыс істегісі келетін адамдар саны қазір былтырғы есеппен, алдыңғы есептен қарағанда биыл өте қарқынды. Техника болған соң бұзылмай тұрмайды. Ал сол бұзылғанын тап басып танып, дереу қалпына келтіретін мұндағы жұмысшы кикбокстан әлем чемпионатының жүлдегері десе сенесіз бе? Иә, халықаралық дәрежедегі спорт шебері Бейбарыс Сауқанбек осында механик болып еңбек етеді. Елдің атын танытып жүрген саңлақтың танылмаған тағы бір таланты деуге болар. Кәсіби спортшының жұмысшы мамандықты таңдауына әкесі себеп. Әкесі Кенжехан Сауқанбекұлы Астана тазалық мекемесінің арнайы техника жүргізушісі. Бейбарыс спортпен жұмысты қатар алып жүрген қарапайым жан. Әрине қиын, шаршайсың, жұмыстан кейін де шаршап жатқың келеді мысалға. Әрине ол мотивация керек. Адам өзінің алдыға мақсат қояды ғой, осыған жетем деген.
сол мақсатқа енді алдымызға мақсат қойдық, соған жету керек енді. Азанғы жұмыстың графигі азанғы 8-ден кешкі 4-ге дейін, ал кешкі тренировкам сағат 8:30-дан 11-ге дейін тренировка істейміз. Барлығы өз қолыңдағы. Жұмысшыларды жұмысшы мамандықтар жылынан бөлек Таза Қазақстан акциясы да қуантып отыр. Шарапатты шара жалғасын таба берсе дейді. Өйткені акция арқылы қоғам тазалықтың табалдырықтан әр азаматтың өзінен басталатынын түсінді. Аула көшелердің ажарының артуына әкімдік қана емес, әркімнің үлесі бар екенін ел ұққан. Ал мекеме қызметкерлері бұл жұмыспен жыл 12 ай айналысады. Соңғы 2 жылда жұмысшылардың жалақысы 40%-ға көтеріліп, 250 мың теңгеге жетті. Десе де мекеме басшысы тәулік бойы тыным таппайтын жандар үшін бұл еңбекақы әлі де аз деп отыр. Әлеуметтік жағдайды күшейту керек деп мен есептеймін. Біздер қазір отбасы банкпен жеңілдетілген несие алу мәселесін меморандумға қол қою бағытында жұмыс атқарып жатыр. Екіншіден, әр жерде бұлардың еңбегін насихаттау бағытта жұмыс атқаруымыз керек. Бұлар бір күн жұмысқа шықпай қалса не болатынын түсінуіміз керек. Былайғы жұрт елеп ескере бермейтін қарапайым еңбек адамдарының ұжымын басқарып отырған басшы қара жұмыс істейтіндердің Қазақстанда бір атаулы күні болса екен дегенді айтып қалды. Арнайы белгіленген дата осы сала қызметкерлеріне алғыс айтып, құрмет көрсетудің нақты көрінісі болар еді дейді. Әрине, жұмысшылардың күні дейтін болса, сол күні жұмысшыларды дәріптайтын болса, сол күні жұмысшыларға рахмет айтатын болсақ, ол үлкен бір қозғалыс болады деп мен өзім ойлаймын. Мен қызметкерлермен сөйлескенде байқайтын, кейбіреулер бұлардың жаңағы өте көңілдеріне ауыр тиетіні, бұл өтіп жатқан адамдар бұлардың жаңағы еңбегін бағаламайды. Бұл жағынан негізінде үкіметтен үлкен жаңағы бағдарлама қабылдану керек деп ойлаймын. Мемлекет басшысының биылғы жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялауы тегін емес. Себебі қазір ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүріп, жоғары табыс табатын мамандықтардың насихаты қатты. Соның салдары маман тапшылығына әкеліп отыр. Қазір елде 9,7 миллион жұмыс күші бар. Оның 9,2 миллионы экономиканың әр саласында еңбек етеді. Ал жұмыссыздық көрсеткіші 4,6%. Бұл дегеніміз 451 мыңнан астам адам екі қолға бір күрек таппай жүр деген сөз. Бәлкім таппай жүр деген тіркесті көрмей жүр деп алмастыруымызға болар. Мәселен, электрондық еңбек биржасында 51 мың бос жұмыс орны жарияланды. Оның 26 мыңы жұмысшы мамандықтар екен. Көшбасын өндіріс саласы, көлік және логистика, құрылыс, энергетика, ауыл шаруашылығы бастап тұр. Ал алдағы 10 жылда жұмысшы мамандықтарға деген сұраныс 27%-ке артпақ. Еңбек министрлігінің болжамы осындай. Әсіресе аспаз, жүк көлік жүргізушілері, сантехник, трактор тізгіндейтіндердің табысы артып, трендке шығу мүмкін. Не дегенмен сұранысы жоғары мамандықтардың жалақысы да жоғары емес пе? Сондықтан тапшылықтың алдын алу үшін жарияланған жұмысшы мамандықтар жылы ұтымды шешімдердің бірі болып отыр. Жұмысшы мамандықтар арзан атақ, жеңіл жұмыстардың көлеңкесінде қалмауы керек. Бұл үшін олардың еңбегі кеңінен насихатталуы тиіс. Сондықтан жыл аяғына дейін 70 шара ұйымдастырылады. Жұмысшы мамандықтарын насихаттаудан бастап, осы жұмысшы мамандардың құқықтарын қорғауға дейін шаралы қарастырылған. Жұмысшы мамандықтарына бұл әрдайым көңіл бөлінуде, бірақ та осы жыл жарияланғаннан кейін арнайы жобалар іске асырылуда. Бұрында жұмысшы мамандары үшін үй алу үшін мысалға жеке жоба болған жоқ. Қазіргі кезде олар үшін бөлек жоба ашылған. Осы бағытқа бет бұратындарды көбейту жоспарда тұр. Ендігі міндет мектеп түлектерінің қалаған мамандықтарын меңгеруіне жайлы жағдай жасау. Мамандар тапшылығы Шымкентте де байқалады. Шаһарда 4 аяқ киім фабрикасы жұмыс істейді, бірақ білікті маман аз. Қазірдің өзінде өңірге 1000-ға жуық кадр керек. Жұмысшы мамандықтар жылы аясында киім дизайны мамандығын ашу жоспарда. Жас маман бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттен бөлінген 275 миллион теңгеге Италия мен Жапониядан керекті құрал жабдықтар сатып алынған. Киімді қалай тігу керек, оны қалай құрастыру керек, оны қалай пішеді, тігеді, оның барлық техникасын бұл жерде үйретеді. Және мен жақсы үйреніп шықтым деп ойлаймын. Ол келешекте қай жұмыс орынға барады? Сол жұмыс орнының технологиясы қандай негізге алынады? Ірі аяқ киім фабрикасылармен жұмыс жасай отырып, ол жердегі технологияларды танысып, ол жердегі мамандардың жаңағы аяқ киім маманы қандай болу керек деген негізге ала отырып, Қазақстан Республикасында осы аяқ киім ісі бойынша білім беру стандартын негізге ала отырып, біз осы оқу бағдарламасын жасадық. Биыл әр аймақта
аймақта 18 жоғары оқу орны, 20 колледж және бірқатар кәсіпорынды қамтитын құзыреттер орталығы құрылады. Мектептердегі кәсіптік бағдар беру тұжырымдамасы толығымен қайта қаралып, 7 мен 11 сыныптағы 100 мыңнан астам оқушы өз өңірлерінде сұранысқа ие мамандықтар бойынша арнайы курстан өтеді. Мәселен, мына IT жүйе Ақтаудағы колледж студенттерінің тырнақалды жобасы. VR шлем өндірісте ақауларды жедел анықтап, адам өміріне төнген қатердің алдын алады. Жоба авторлары осы құрылғы арқылы виртуалда дайындықтан өтіп, шеберлікті шыңдауға кіріскен. Во-первых, безопаснее, чем в реальной жизни сразу идти на полигон. Мұның шынайы өмірден басты айырмасы адам өмірінің қауіпсіздігінде. Болашақта мамандар виртуалды полигонға кіріп, электр құралдарын қолдану көзінде болуы мүмкін оқыс жағдайлармен танысады. Сәйкесінше техникалық қауіпсіздік ережелерін тез түсінеді. Энергетика мамандығында оқып жатырған студенттерімізге арналған болады. Біз VR шлем арқылы осы полигонда тәжірибе алады. Ол жерде олар техникалық ақауларды тауып, оларды жоюға тәжірибе алып, өмірінің қауіпсіздігі алдын алу мақсатында жасақталған. Өңірде жұмысшы мамандықтар жылында жаңартылған энергетика, гидрогеология, туризм, робототехника және мехатроника секілді жаңа мамандықтар ашылды. Барлығы еңбек нарығында сұранысқа ие. Колледждерде жергілікті бюджет және демеушілер есебінен құзыреттілік орталығы құрылды. Оларда студенттер өндірістік тәжірибеден өтіп жатыр. Дәрісте озат болған оқытушылармен бірге әлемнің озық оқу орындарында біліктілігін арттырады. Тағылымдамадан үйреніп келген нәрселерін практика жүзінде қолданып жатыр. Мысалы, энергетикалық колледждің өзі 3 мамандық бойынша Париж академиясынан салалық аккредиттеуден өтті де, негізгі білім беру бағдарламаларын өзектендіру бағытында және сонымен қатар оқу процесіне жаңа бағыттарды енгізу бағытында 4 педагогі және 6 студенті қазір таңда тағылымдамадан өтіп келді. Жалпы Франция елі АЭС салу бойынша Еуропада алдыңғы қатарлы елдердің бірі. Маңғыстауда 26 колледж бар. Осы облыстың өзінде 22 мыңнан астам студенттің 6 мыңға жуығы жұмысшы мамандықтарын меңгеріп жатыр. Олар арнаулы оқу орнын бірнеше құзыреттілік бойынша тәмамдайды. Қазір аймақта кәсіби бағдар беру жұмыстары балабақшаларының жоғары тобынан бастап барлық мектепке енгізілген. Сондай-ақ президент пәрменімен жұмысшы мамандықтар бойынша 1,6 мың кәсіби стандарт жаңартылды. Оның негізінде білім беру бағдарламаларының 87% қайта жазылды. Биыл тағы 100 кәсіптік стандарт әзірленеді. Колледждер жұмыс берушілермен бірлесіп 2000-нан астам білім беру бағдарламасын дайындайды. 91 жоғары оқу орнында 900-ге жуық оқу бағдарламасы жаңартылып, 510 әзірленді. 1 қыркүйектен бастап техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінде оқитын бір студентке тиесілі қаржы көлемі 437 мың теңгеден 912 мың теңгеге өседі. Осылайша Қазақстан жұмысшы кадрларды даярлауда әлемдік деңгейге қадам басқалы отыр. Жұмысшы мамандықтар жыл аясында қазір салалық ведомство шетелдік серіктестермен келіссөздер жүргізіп жатыр. Олардың қатарында Қытай, Оңтүстік Корея, Франция секілді елдердің жетекші білім беру ұйымдары мен кәсіпорындары бар. Әріптестік шеңберінде тағылымдама мен тәжірибе алмасу жобаларына, халықаралық білім стандарттарына, қос дипломдық бағдарламалар енгізуге және педагогтардың кәсіби құзыреттілігін арттыруға ерекше көңіл бөлінеді. Сондай-ақ менеджменттің үздік халықаралық тәжірибесіне енгізу үшін шетелдік менеджерлерді тарту жоспарланған. Мұндай қадам техникалық және кәсіптік білім жүйесін трансформациялауға мүмкіндік береді. 2030 жылға шейін 1 миллион 600-ға жуық маман жетіспейді екен. Соның 600-ға жуығы бұл жұмысшы мамандықтарына да байланысты. Яғни жалпы жылына түлек 557 мыңдай студентіміз оқыса, жылда 150 мыңдай студент осы оқуын тәмамдайды. Яғни статистикаға қарасақ бізде әлі де біз жұмысшы мамандықтарын көп, осы түлектер көп болу керек, нарықта экономикамызға көп көмек көрсету керек. Қоғамда қолында билігі, қоншында қомақты қарысы барлардың дәурені қарыштап тұрады деген қасаң пікір қалыптасқан. Ал шын мәнінде бұл пайым парасаттың өзгергенін көз көріп жүр. Өйткені ешкімнің ала жібін аттамай, адал еңбегімен отбасы, бала-шағасымен бірге ағайын туысты да асырап отырған жандардың бар екенін бүгінгі кейіпкерлеріміз дәлелдеп отыр. Ең бастысы адал еңбек етіп, адал табыс табу, яғни адал азамат болу.
Биыл жұмысшы мамандықтары жылы. Біз қоғамда еңбек адамының абырой беделін көтеріп жатырмыз. Еңбек культін қалыптастыру аса маңызды міндет. Кез келген жұмыс қадірлі. Әсіресе жұмысшы мамандықтарын игерген жастарымыз зор құрметке лайық. Білікті жұмысшы қай жағынан болмасын экономиканың тірегі екенін жұмыс берушілерді ұққандай. Кәсіпорындар қарапайым қызметкерлердің айлығын арттырып, кәсіби өсуіне де жайлы жағдай жасауды бастады. Жұмысшы мамандарға әлеуметтік көмектің түр-түрі көрсетіле бастады. Сондықтан жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялануы ел үшін маңызды қадамның бірі болып отыр.